SMC стратегиясы екінші сабақ. Бірінші сабақта сіздерге мен SMC стратегиясынан бірден трейдингде қалай пайдалану керек, бұл стратегияны пайдаланған халда қалай анализдеу керектігі хақында бірден үйретіп кетіппен. Негізі бұл стратегияның аудармасы қалай пайда болғанлығын хақында сіздерге білім ретінде ешқандай мағлұмат бермеген екенмін. Осы екінші сабақта біраз уақытын сол SMC-дің өз хақында мағлұмат беріп өтейін. SMC сөзінің тарқатпасы Smart Money Concepts, яғни бұның мәнісі ақыллы пул концепциялары. Қопал болса да базарда екі түрлі пул бар, ақыллы һәм ақылсыз пул. Ақыллы пул хедж фонд, ірі инвесторлар, институтлар, банклер тарапынан реал базарға алып кірілетұғын, форекс семасы басқа да сток маркет базарына алып кірілетұғын, инвестиция етілетұғын пулды ақыллы пул дейді. Ал екіншісі бұл ақылсыз пул. Пул дегені бұл біздер тарапынан базарға кірілетұғын пул. Біздерді ритейл трейдерлер дейді. Брокер ямаса профирма әрқандай жолменен апуайы трейдерлерді жеке халда өзі сауда істейтұғынлардың пулын ақылсыз пул дейді. Енді ақыллы пул концепциялары қалай келіп шыққанлығы хақында айтып өтейін. Бұл 2015-2016, әсіресе 2017 жылдары форекс трейдинг дүние жүзінде зор тарқалып кетеді. Һәм бұл классик стратегиялардан соң осы SMC стратегиялары тарқалып кетеді. Бірақ бұл SMC стратегиясын ойлап тапқан анық бір адам жоқ, бір ғана адам емес, бұл көплеп дүние жүзілік адамдар тарапынан, әсіресе трейдерлер тарапынан институтлардың, хедж фондлардың әрекетлерін сезіп қалған һәм олардың стоп-лоссларды, адамдардың пулларын базарда қалай алуына қарап әрекетлерін көплеп анализ ісленгендігі себеплі ақыллы пул концепциялары келіп шыққан. Бұл SMC стратегиясын ең көп танытқан һәм рауажландырып дүние жүзіне тарқатқан адам, бұл ең көп көлемде тарқатқан адам, бұл Майкл Хадлсон деген адам. Қазір инглиз тілінде еледе сабақлар алып барады ютубта, қазіргі ICT стратегиясының ойлап табушысы. Бірақ Майкл Хадлсонның өзі ол сабақларында, видеоларында ешқашан SMC сөзін қолданбайды, яғни ақыллы пул концепциялары сөзін. Бірақ осы SMC-ді ең рауажландырған һәм базарда іслеп беретұғын жағдайға келтірген адам сол. Бұл екінші сабағымыздың темасы маркет структуралары. Біздер базарда анық түрде тұрақылы пайдаға шығып жүруіміз үшін трендпен бірге сауда істеуіміз керек. Бұл үшін біздерге маркет структураларын туры анықлауымыз керек. Мен сіздерге екі жолын алдын үйреткен едім. Тренд линияларымен анықлау, яғни тренд линияға барып қайтып келсе, төменге қарай түсуші тренд, ал төменгі тарапынан тренд линия қолдап тұрса, демек ол жоғары қарай өсуші тренд. Екіншісі, мен сіздерге higher high, higher low, lower high, lower low деп, яғни жоғарырақ максимум, төменірек максимум деп үйреткен едім. Ол маркеттегі базардағы структураны анықлаудың екі жолы. Енді мен сіздерге SMC бойынша базар структурасын анықлаудың жолын үйретемін. Бұл екі түрлі жолменен анықланады. Һәм SMC-де маркет структуралары екі түрге бөлінеді. Олар бос һәм чок. Бұл жерге жақсылап ітібар берің. Максимумды, өзінен алдыңғы максимумды бұзып өтсе, бұл жерде өзінен алдыңғы максимумды бұл жерде бұзып қойды. Жоғары қарай бұзып өткенлігі себеплі, бұл енді бұл жерде бос пайда болды. Бұл бос деп аталады. Бұның мәнісі, бос сөзінің мәнісі break of structure, инглиз тіліндегі break of structure сөзінің қысқартпасы. Аудармасы структураның бұзылуы. Көріп тұрғаныңыздай, өзінен алдыңғы максимумды бұзып, жоғары қарай давам етіп кетіп қалды. Бұл трендтің давам ететұғынлығын тастиқлайды. Яғни, жоғары қарай өсуші трендте тап ұсындай болып жоғары қарай бұзып өтсе, максимумын жаңалап қойса, бұл жерде бос болады. Ұсындай қылып белгілеп қойымыз керек трендтің жоғары қарай кететұғынлығын анықлау һәм тастиқлау ретінде. Бұл жерде де бұзып қойды, көріп тұрыпсыз. Максимумды бұнан кейінгі әрекет бұзып қойды. Бұл да бос деп аталады. Ал даунтрендте болса, өзінен алдыңғы минимумды
кейінгі әрекет бұзып қойса, базардың елі төменге қарай түсетін құбылығын тастиқлайды һәм бұл да бос болады. Break of structure. Бұл жерде де тап сондай өзінен алдыңғы минимумды кейінгі әрекет бұзып қойды. Бос болса, яғни қайсыдыр трендте сілер босты көрсеңіз болды. Демек, ол тренд елі давам ететін құбылығын тастиқлайды. Енді сіз мәселен бұл жерде осы босты көрдіңіз, енді базардың жоғарыға кететін құбылығын тастиқлағанлығы себеплі сіз осы жерден демант зона табасыз. Демант зона тауып, енді жоғары қарай байға қарай кірсеңіз болады. Қашан тренд өзгеремен дегенше. Осыны дәптеріңізге қағида қылып жазып алың. Бос трендтің давам ететін құбылығын тастиқлайды. Енді тренд қай тарапқа қарай кетіп бара жатса, сол трендке қосылып алуымыз керек жолдан. Сөйтіп тренд өзгеремен дегенше сауданы ұстап тұрсақ болады. Кейінгі мысалда трендті жоғары қарай өсіп бара жатыр һәм ең ақырғы минимумды төменге қарай бұзып қойса, бұл чок деп аталады. Жоғары қарай өсуші трендте ең ақырғы минимумды бұзып қойса, демек енді бұл жерде чок пайда болды. Чок пайда болды дегені, чок сөзінің мәнісін айтып өтейін. Чок сөзінің мәнісі change of character, инглиз тіліндегі сол сөздің қысқартпасы чок деп аталады. Енді бұның аудармасы характердің өзгеруі, яғни тренд жөнелісінің өзгеруінен дерек береді. Чок, базарда чок көрсеңіз, мәселен өсуші трендте ең ақырғы минимумды төменге қарай бұзып жаңалап қойса болды. Енді сіз селға қарай әрекет ете берсеңіз болады. Базар төменге қарай өзгеріп, енді бұл тренд тап осындай болып давам етіп кетіп қалады. Осындай болып кетіп қалады деген сөз. Ал төменге қарай түсуші трендте жоғарыға қарай ең ақырғы максимумды бұзып қойса, бұл да чок деп аталады һәм енді тренд жоғары қарай, яғни аптрендке айланып қалды. Енді базар төменге қарай емес, жоғары қарай әрекет етуді давам етеді. Тап мынадай тәрізде. Чок болғаннан бастап енді жоғары қарай саудаға кіруді ойластыруыңыз керек һәм осы үшін себеплер іздеуіңіз керек базардан. Бұнан басқа да адамлар чокты анықтауда қателеседі. Олар ең ақырғы максимум деп қателесетін бір жағдай бар, оны сіздерге түсіндіріп өтейін. Осы жағдайды жақсылап анықтап алуыңыз керек. Мәселен, осындай жоғары қарай өсуші трендте базарда осындай өсіп жатыр деп көз алдыңызға келтірің. Базар бос істеп, жоғары қарай өсіп бара жатыр һәм ең ақырғы минимумды мынау деп алады адамлар көбінше, һәм осы төменге қарай бұзып қойса, енді мен болды, селға кетемен деп ойлайды. Бірақ бұл реал чок емес. Бұндай жағдайда базарды енді төменге қарай кетеді деп ойламау керек. Бұл қате. Себебі ең ақырғы минимумды анықтауда жоғары қарай өсуші трендте біздер ең ақырғы максимумды пайда етуден алдыңғы минимумды анықтауымыз керек. Себебі мына минимумды алатын болсақ, бұнан ең ақырғы максимум бұл мынау емес. Бұл емес. Ең ақырғы максимум мынау. Бұл жерде мен сілерге түсіндірмекші болған нәрсе, жоғары қарай өсуші трендте ең ақырғы минимумды анықтауда ең бірінші ең ақырғы максимумды анықтап алың. Базардағы ең ақырғы максимумды анықтаң һәм сол максимумды пайда етуден алдыңғы минимумды анықтаң. Сол минимум реал минимум есептелінеді. Егер базар осыны бұзып өтсе, біздер енді селға кетеміз деп ойлай алуымыз мүмкін. Енді базар кете алады деп. Бірақ мынау бұзылмастан, тек қана мынаны бұзып өтсе базар, тап сондай тәрізде. Мына минимумды бұзып қойса, бұл реал минимум емес. Бұны бұзғаны біздерге есептелінбайды. Базар еле давам етіп қалу кете береді бұны бұзбаса. Себебі біздердің минимумымыз мынау. Ал түсуші трендте де тап сондай. Түсуші трендте де тап сондай. Төменге қарай түсіп жатырған болса, мәселен мынадай жағдай жүз беріп қалады. Осы жағдайда көпшілік мына минимумға қарап ең ақырғы минимум деп ұсына алады һәм бұны бұзып
қойды, енді біздер байға қарай әрекет етуіміз керек деп бұл жерлерден тасдиқлар іздеп, FVG inefficiency ізлеп, болмаса demand зона тауып, сол жерден байға қарай кіріп кетеді. Бірақ бұл қате. Біздердің түсуші трендте ең ақырғы минимумды таңдап аласыз. Базардағы ең төменде тұрған минимум жақындағы, һәм сол минимумды жаратудағы максимумды алдыңғы максимумды аласыз. Сол максимум бұзылып өткеннен кейін барып сіз бай үшін әрекетке кіре аласыз. Енді бос һәм чок хақында реал базардан сілерге мысалдар көрсетейін. Япон шамларында мінекей даун трендтен сілерге босты көрсетіп беремін, яғни давам етуші трендті. Бұл бос өзінен алдыңғы минимумды бұзып қойды, төмен қарай өсуші трендте. Бұл жерде де минимум пайда етті. Һәм бұны да бұзып қойды. Бұл даун трендтегі бостың біздерге мысал бола алады. Енді сілерге бұл жерде чок болды ғой деп ойлауыңыз мүмкін. Чок хақында сілерге бір мағлұмат айтып өтейін. Мына жерде сілер чок болды деп ойлауыңыз мүмкін еді. Себебі өзінен ақырғы максимумды жаңалауға қарай бара тұрған еді. Осыны қағида қылып жазып алың. Базарда бос ямаса чок болуы үшін Япон шамының денесі менен өзінен алдыңғы минимумды ямаса максимумды бұзып өткен болу керек. Мынаған ұқсап, тек қана шамның саясы менен бұзып өтуі чок болмайды. Бұл liquidity sweep ямаса stop hunt деп аталады SMC-да, яғни стопларды аулау. Базардағы ең көп стоплар қойылған жер, ямаса базарға ең көп саудаға кірілетін жер деп аталады. Бұл жерден денесі менен бұзып өткенде базар енді аптрендке қарай кеткен болар еді. Ал бұл жерде болса селға қарай, төменге қарай кетіп қалған. Енді бұл чок бола алмайды. Өсуші трендте де тап сондай қылып табасыз. Мәселен бұл жерде өзінен алдыңғы максимумды жаңалаған һәм давам еткен. Көріп тұрғаныңыздай, бос бұл трендтің еле давам ететұғынлығына біздерге дерек береді. Чоктан бір мысал көрсетейін. Трейдерлер бұл жерге тауар берің. Базар жоғары қарай көтеріліп бара тұрған еді. Максимумларын жаңалап, мына жерде стопларды алып, бұл аптрендке қарай кетіп бара тұрған еді. Тренд сызығынан көруіңіз мүмкін. Бос пайда етіп бара тұрған еді. Енді SMC бойынша қараймыз. Бұл жерге тренд линияны өшіріп, бос болды бұл жерде. Ең ақырғы минимумды осы жерде жаңалап қойды. Енді бұл чок болады, һәм базардың төменге қарай түсуіне себеп болады. Ең ақырғы минимумды жаңаласа, аптрендте бұл чок болады, һәм базар енді трендті өзгереді, жөнеліс басқа жаққа қарай кетеді. Трейдерлер SMC-да маркет структурасы тап осы тәрізде анықланады. Көрің, үйренің, һәм осы трейдинг карьераңызда пайдаланын.